Ассалаумағалейкум ағайындылар. Бүгін тағы бір кішігірім тақырып шығарым келеді. Ол тақырыптың аты шығынға ұшырату, банкротство. Вот енді бізде енді кеңестеріміз енді қарапайымша бәрі жаңағы крупный консалтинговый компанияларда кеңеспен енді сәйкес болмайды, бірақ біздің кеңес енді бір өмірден алынған деп айта аламын да. Вот енді айтайын деген жаңағы тегін инвестиция ғой. Тегін инвестицияда бәрі по полочке, бәрі әдем болып тұр. Өте әдем болып тұр. Бәрі байиды, мен байимын, басқалар байиды, өте әдемі. Вот мен кезінде, біз советтің адамдармыз, біз кезінде социализмде өмір сүргенбіз. Октябренок болдық, одан кейін пионерге өттік, комсомолға жете алмадық, развал болды. Вот комсомолдан кейін жаңа коммунист болуың керексің и так далее. Вот то же самое, мысалға сол заманда мысалға неше түрлі жаңа өзінің сол замандардың нелері болған. Жаңа бір кітап оқитын жаңа бір тұлғалар болған. Карл Маркс деген сияқты, Энгельс сияқты, вот сондай тағы басқа сол. Олардың мақсаты утопия істеу, сондай философия болған. Утопия деген ол жоғарыда отқан президент болсын, или дворник болсын, мұғалім болсын, разнорабочий, бәрі тең болу керек. Тең болу керек, и бірақ сәйкес келмейді да. Бір божий бір законодательство болады ғой, бір Аллахтың өзінің жаңа нелері болады. Жаңа аты не? Аллахтың өзінің жаңа программасы болады. То есть біреуді Алла тағала байлықпен сынайды. Біреуді Алла тағала кедейшілікпен сынайды. Вот өзін сынау болады. Вот это уже бір адамның логикасы емес, Аллахтың бір өзін сынау болады. Программасы да, мысалға. А мы что хотим? Біз ойбай компания ашам, корпорация ашам, акционерлер жинап алам, бәрін байытам, бәрі будет четко и ясно. Почему? Потому что бесплатная инвестиция. Бәрі жақсы болып кетейін деп тұр. Вот что-то чуть-чуть не складывается. То есть біз арасында өзіміз акционерлерімізді еще банкрот жағында ойластыруымыз керекпіз. Дұрыс түсінкөніздер. Просто мен айтып отқан жоқ, олардың ақшасын алып жеп қойып деген сияқты ол емес. Бізде, то есть бизнестерді қарап отырсыңдар ғой, бір 20 бизнес бастайды да, соның ішінен бір екеуі жүреді, 18 бизнес банкрот болады мысалға. То же самый справедливый бізде как бы бизнес ашсақ, ол бонусная акция, биржа. Биржаға неше түрлі ортаға бизнес қоямыз, там цех ашамыз, чайный бизнес, там мороженое или тағы бір нәрсе, донор или тағы бір нәрсе, парикмахерский, бір бизнес банкрот болады, правильно? То есть акционерлер ақшаларын жоғалтады. Бір бизнесте акционерлер прибыль көреді. Вот сол бизнестерден мысалға осы жерде уже әдем болып тұр. Бұл жерде чуть-чуть складывается, действительно. Бүкіл бизнестер салып қойып, и олардың бәрін байыта берсек, бір мысалға только магазин соға береміз, и бәрі байи береді, жоқ. Разный бизнес болу керек. Ортаға неше түрлі бизнестерді қою керек, и соны бәріміз по полочке соны дамыта беру керек сол бизнесті. Вот. Сол кезде бір бизнес ашылады, цех па, ол банкрот болады. Басқа бизнес ашылады, там ручка, карандаш жасайтын, ол бизнес жүріп кетеді. Вот. Бір бизнес ашасың, ол банкрот болады. Ананы ашасың, мынау прибыль болады. Вот солай болу керек. Құлау керек, көтеріну керек, құлау керек, көтеріну керек. Вот бір толқын болу керек та постоянно. Вот сол айтайын деген. Арасында берекесі мықты жігіттер әрі қарай байи беру керек. Вот оны енді Аллахтың өзі қалауы ғой, кімді байытам десе, соны байытады енді. Вот сол әйтпесе бәрі
компанияны ашып алады да бәрін байытып, бәрі как супермен бэтмен болып кетсе, бәрі бір мощно болып кетсе, не получится. Оны менде мысалға өздерің білесіңдер ғой, құран хадистерді оқисыңдар, зерттейсіңдер, қарайсыңдар. пайғамбар саллаллаху 3 жыл қоршауда болған, жаңағы экономический зона, кедейшілікті көрген, орташада өмір сүрген, байлықты да көрген. Соны құраннан оқып отырсыңдар, алла тағала әр адамды кедейшілікпен сынайды. Пока ол адам бай болмағанша, мысалы бай болу керек, мысалға бай болар алдында ол кедейшілікпен сынаудан өту керек. Мысалға ол сондай да, мысалға соны өздерің оқып, құраннан хадистен өздерің түсініп отырсыңдар соны. Я расында қалай мен олардың бәрін байытам, как я могу создать утопию? Значит, бизнес как биржа болу керек. Ортаға идеялар салынады, біреулер банкрот болады, біреулер прибыль болады и так далее. Но приятный процесс болады. Приятный процесс ол мысалға іріткі жоқ. Форс-мажорная ситуация. Банкрот болса банкрот, прибыль болса прибыль. Неге? Потому что бұл тегін инвестиция. Біреулер ақша салып жатса, олар ертең сіздің артыңыздан қалмайды. Соттасады, не істейді, мысалға мазасыздалады. Бізде олар артыңыздан соттасу деген болмау керек. Артыңыздан еріп, не істеп, потому что бір тиын ақша салмайды бизнеске. Только екі жүйеге қатысады, екі жүйеден өзінің 90%-ын көріп, өзінің долю, денежный доля, ақша долясын көріп отырады. Сөйтсек, ағайындылар, тартып, іріткі деген ол өте, өздерің білесіңдер, оны оқып отырсыңдар, күнделікті естіп отырсыңдар. Іріткі деген Аллахтың қарғысына ұшырайсың. Іріткі деген одан кейін сіздердің өміріңіз, өздерің бизнестеріңіз болады ма, болмайды ма, неизвестно. Өздерің Аллахтың қарғысына ұшырап кетсіңдер, астағфиралла, мысалы ше. Құдай сақтасын, конечно. Қаншама адамдар сол іріткі үшін, бизнес үшін бір-бірімен сөз табыса бір-бірімен соғысып, бір-бірімен не істеп кеткен жаңа. Мен енді естимін, мен енді точно айта алмаймын. Хадис па, аят па, мысалы айтып жатады да, мысалға екі ағайындылар, екі бауыр мұсылмандар дүние үшін соғысып кетсе бір-бірімен, денежный жаңа бір нәрсе не поделили, дүние үшін екеуі де не болады деп ше, жаңа банкрот болады. Сосын короче, шаруалар бітеді да, жалпы айтқанда. А бизнесте, қазіргі бизнесте, қазір заманда сол происходит. Көбісі сол дүние ақша үшін бір-бірімен соғысып кетіп жатыр. 3 сағаттың ішінде бір-бірінен кешірім үлгірсе олар сұрап. Жоқ, олар әрі қарай кетеді соны. И танымай кетеді бір-бірін. Там бір апта кетеді, 2 апта кетеді. Ақырында каждый там, ой, алла тағала кешірімді ғой, алла тағала кешіреді ғой. Хажыға барып келеді, умра жасайды, неше түрлі садақаларын береді, әрі қарай соны тек қана алла тағала кешіреді деп та, ертең қайттан бизнес, сол бәрі алдыңызға келе береді. Қайда барсан да сол іріткі, сол бизнес, сол іріткіден адамдар шаршағанда уже, содан шамалы қорқу керек те, шамалы. Бісміллә деп, бір ақша салу деген сияқты, ортаға салу, ой құрсын, мынау бәледен аулақ болайық деп, адамдар өз сақтану керек те сондай бизнестен. Мынау ақша салып масқара болам ертең. Қайтып біреумен ұрысып қалсам, қайтып іріткі болып қалсам. Я понимаю, мысалы бір адамдар аскет болып жатса, бай болып жатса, жарайды, байлық қолында болады ғой, жүрегінде емес. Банкрот болса, банкрот, партнерлар болады, мысалы 10 партнер қосылады, 5 партнер, или 2-3 қосылады, или 100 адам қосылады. Банкрот болса, банкрот деп бәрі бір ауызбіршілік айтып жатса, жарайды, ол түсінікті. Бір бай адамдар ше, жоқ адамдар
ақшаны бір 50.000 теңге 100.000 теңге салып ертең оны жоқ қылып жатсаңдар, ол товар бір жерде жанып кетіп жатса, ұрлап кетіп жатса, күйіп кетіп жатса бір нәрсе, ақшасын тауып беру керексің. Ол сол 100.000 теңге үшін ертең сізбен ұрсады, айқайласады. Сондықтан ойлану керек. Қой, құрсын мынандай бизнесті ашқанша өзімді қарғысқа ұшыратып не істеп, іріткі бар жерде енді білесіңдер ғой, шайтан да жүреді, неше түрлі бір адамды өлтіру деген дәрежесіне жетеді ғой, жалпы айтқанда. Оны естіп алсыңдар ғой, адамды өлтіргендей дәрежеге жетеді. сондай іріткіге кірмей, лучше давайте приятный әдемі процесс жасайық. Сол жерде түсіндірейік адамдарға, экожүйе, тегін инвестиция, ақша салмайсыңдар. Экожүйеде бір-бірімізді поддержка ретінде көмектесейік. Періштелер сияқты. Жақсылықты тілесек, періштелер саған да деп жазып отырады. Жамандық тілесеңдер өздеріне, періштелер саған да деп жамандық тілеп отырады да, мысалға. Сол қазір бизнес бастау өте қорқынышты. Единый бір налог болса, единый бірігіп бір нәрсе бастайық десе өте қиын. Біреудің иманы әлсіз болуы мүмкін, біреудің иманы может бар, бірақ сол иман жоғалтып алуы мүмкін ертең. Сіздер гарантия бере алмайсыңдар. Бауырым, сен ертең қорықпа, мұсылмансың ғой, банкрот болсақ банкрот боламыз деп, бәрі жақсы болады. Ол ертең сізбен қандай болатынын білмейсіз. Тегін инвестицияда договорда форс-мажор жасайық. Ақша ешкім салмайды, бір-бірімізге көмектесейік. Мен беріп отқан бонус, мотивация, сіздерге садақа ретінде беріп отқаным. Ертең форс-мажорда жазып қоюға болады. Банкрот болсақ, банкротпыз. Прибыль болсақ, прибыльміз. Магазинші, сатушылар, олар да ойланады. Расында мен магазинде күнделікті бір іс-әрекетін жасап отырмын, күнделікті бір затын сатып отырмын әшейін. Болды, араласып отқан жоқпын ештемеге. Тек қана маған сату керек заттарды, өзім өндіруші партнерлардың заттарын сатып, соған доляға кіріп 90% прибыль көріп, содан дивиденді көріп отырсам, сөйтіп ойланады. Енді мен сіздерге айтайын дегенім, іріткіден сақтану керек. Іріткі деген бұл өмірде бір ұят тірлік жасамай кетіп қалу керек. Ұят тірлік жасап, ақша үшін ертең бір-бірімен қырылып, ақша салып, іріткі істеп. Мен сіздерге поэтому предлагаю, давайте бізге Құран, сүннетте бәрі айтылған ғой. Бірге болыңдар, умма болыңдар. Қазір көбісі ойланады, мешітте бәріміз біргеміз, не істейміз? Шыққаннан кейін бизнес ашайық десек, бәрі бір-бірінен қорқады. Рас қой, әр адам берекесі разный. Ол біреу тянет, біреу не тянет, біреу минусқа тартады, біреу плюсқа тартады. Сол дүние үшін ертең талас болады. Бірақ біз объединяться керекпіз. Ол рас, объединение болу керек, бірігу жүйесі болу керек, умма болу керек исламский. Бірігіп, тірлік жасауымыз. Енді қалай істейміз оны? Сіздердің варианттар бар ма? Айтыңдаршы. Ортаға ақша салып, бір нәрсе жасайық деп айтасыңдар ма? Онда гарантийный письмо жазып беріңдер. Бүкіл менің партнерларым иманы мықты, 100%. Қорықпаймын мен олардан. Олар менен қорықпасын деп. То есть, любой өздерін іріткіге шақырасыңдар. Бизнесті бастар кезде уже қорқыныш болады уже. Бірақ мен айтып отқан жоқпын. Бизнес бастау керек, Алла тағала енді бірігіп ақша салып істеп жатсаңдар, оған мен ештеңе айтып отқан жоқпын. Может быть, Аллахтың қалауы болады солай. Может, бизнес жүріп кетеді. Может, бір-бірін түсінетін адамдар түсінеді все-таки. Бірақ біраз нәрселер қазір болып жатқан қорқыныш жағдайлар көп болып жатыр. Қаншама ағайындылар, қаншама
намаз оқып не істеп ақырында мынандай дәрежеге жеткен кезде сырттан қарайсың ғой, вот тебе каждый сам себе сделал дейді ғой орысша айтқанда. Сам себе, ешкім жасаған жоқ оны, сам себе сделал. Ондай қорқатын болсақ құрсын, ондай бизнес бастап бір бірімізбен қырылып соғысып. Давайте жігіттер, мен айтып отқаным, кеңесім, ешқандай YouTube, Instagram, TikTok'та ондай может таба алмайсыңдар. Крупный консалтинговый компаниялар болсын, Америкаға барыңдар, Европаға барыңдар, таба алмайсыңдар. Мен сіздерге хороший кеңес айтып отырмын. Попроще бір әңгіме ретінде айтып отырмын. Әңгіме сөйтіп талқылап, мысалға өздерің ойланыңдар. Егер расында тегін инвестиция болсақ, банкрот болсақ банкрот, прибыль болсақ прибыль, бәрі по полочке, хорошо. Бизнес корпорация ашсам, дамысам, байысам, басқаларға көмектессем, банкрот болсақ банкрот, вот, но бір Аллахтың бір емтиханы болады. То есть бір адам күнә жасаса, оның ризығы азаю керек, берекесі азаю керек. Енді не істеймін? Конечно, мен как бизнесмен, ниетім таза, мен бәрі жақсы болсын деген ойдамын, бірақ сіздер гарантия бере алмайсыңдар. Бәрі адамдар жақсы ма? Бәрі күшті, идеальный болып жүр ма қазір? Ол ойланады да. Сіздер білмейсіздер ғой, ана жаққа кеткеннен кейін кім не істеп жатқан, қандай күнә жасап жатыр, қандай ойлары бар, не істеп жатыр. Вот. То есть әркім өз-өзіне істеп алады да, сосын барып берекесі азаяды. Или Алла тағала жақсы адам шығар, білмейміз ғой, жақсы адам ғой. Просто ризығын, берекесін азайтады. Сынау үшін, сынау керек ол адамды. Ол сынаудан әр адам өту керек. Өздерің Құран, хадистерді оқып жатсыңдар, әр адам сынаудан, кедейшіліктен көрмесе, ол баймайды. Ол адам баймайды. Вот. И соны ойлай беріңдер көбірек. Тегін инвестиция өте жақсы не екен. Онда мен бір корпорация ашып, біраз адамдар байтайын, өздері ішінен банкрот болса банкрот болсын, прибыль болса прибыль болсын. Ортаға неше түрлі идеялар қояйық. Жаңағы мысалы бір 20 шақты бизнес. Біреу цех ашады, ол цехтың жұмысы жүрмей жатады да, ақша күйеді. Альхамдулилля, жақсы процесс екен. Значит, Аллахтың қалауы сондай болып жатыр деп ойлану керек та. Там бір 5 бизнес ашты, 5-еу де күйді, 10 бизнес ашты, күйіп жатыр, иә, мысалға. И бір бизнес ашылады, сол бизнес жүріп кетіп жатыр. Значит, ол сол бизнесті Аллах қалады. Біз білмейміз ғой, маңдайымызда байлық жазылды ма, жазылмады ма. Біреу айтады ғой, мысалға, ой, зачем маған? Мен білмеймін, сен білмейсің, зачем? Байлық ол маңдайымызда жазылған, білмейсің ғой Аллахтың. Онда біз отыра берейік, онда тірлік жасамай, онда тамақты қаяқтан табам деген сияқты, қалай өзімен өзі келеді ғой деген сияқты. То есть тағдыр, сол тірлікті бастасақ, маңдайда білмейміз не жазылған, но сол тірлікті бастасақ, вот, пожалуйста, сол и есть тағдыр, если получится. Если сол тірлікті бастап қолымыздан келмей жатса, вот сол и есть тағдыр. Сол и есть тағдыр. Значит, сіздерден оны бастау керек. Зачем оны потом ждать? Просто бастау керек. Басталса, жақсы жүріп жатса, значит, сол тағдыр. Жүрмей жатса бір тірліктер, значит, ол да тағдыр. Бірақ мен что предлагаю? Предлагаю печатный станок істеу, постоянно, который печатает, тегін инвестиция. Сол арқылы бір-бірімізбен ұрыспау, көзқарастарымыз жақсы болып, мұсылмандығымызды әрі қарай бірімізге зиян келтірмейтіндей жақсы болып жүре берейік деген ғой. Вот. Сол маған, если біреу ренжіп жатса, ренжімеңдер, жаңағыдай крупный бір корпоративный консалтинговый бір терминологиямен, бір нәрсемен жеткізу жоқ, ондай ешқандай жеткізу емес. Просто қарапайымша бір
разбор болып жатыр да. Мысалы разбор жаңағы РТК сияқты тегін инвестиция, адамдардың жаңағы татуластық, бірлік деген сияқты соны бәрін байланыстыру керек болып жатыр. Өндіруші мен сатушыларды тегін инвестиция арқылы, экожүйе арқылы. Вот. Ертең бір бірімізге ренжімей, әй, 1 миллион күйді ма, жарайды, күйсе күйе берсін. Вот солай сөйлеу керек та. Біреулер айтады, 1 миллион күйіп кетті, брат. Ақшаны столға қой, қайтар. Мен ақша салғам дейді. Бұл жерде айта ала ма олай? Айтамайды ғой. Встречный, сіз ол кезде встречный айта аласыз ғой. Сіз 1 тиын ақша салдыңыз ба? 1 тиын. Это другой разговор. 1 тиын ақша салсаңыз, қалтадан ақша шықса, это другой разговор. Хорошо. Я с вами согласен. Мен сіздің 1 тиыныңызды қайтаруға ниеттенейін, қайтарып көрейін деп мысалға. Но 1 тиын ақша салынбады ғой. Мәселе қайда жатыр? Онда қандай претензия бар? Ол кезде бүкіл партнерлар ойланады, жарайды, 1 миллион күйіп кетсе, сол бизнеске күйсе күйді, онда жарайды. Ешкім күнәлі емес. Мен өзім сол жаңа акционер ойланады ғой, жаңа сатушы. Мен сол бизнесті өзім таңдағам, күйіп кетті, енді жарайды. Вот басқа бизнес бастайық. Вот. Сол бүгін қысқаша айтайын деген бүгінгі тақырып банкротство. Банкротство, то есть компания ашып, ортаға неше түрлі идеялар қойып, жаңа мороженый, барбершоп, шашлычный, донор, там неше түрлі жаңа бизнестерді қойып, соның ішінде банкрот болып жатса банкрот, прибыль болып жатса прибыль. То есть біз Божий бір законодательство бойынша должны придумать для них и банкротство. Сами должны придумать. Вот бір бизнесті идеальный бизнеске сала беріп оларды, ортаға бір бизнесмендер келеді, қарайсыңдар, жарайды, ортаға қой бизнесіңді, и саған қазір акционерлер салсын. Вот салсын, өздері күйсе күйеді, өздері пайда болса пайдасын көреді. Болды. Мен тек қана өзім затым сата берем, өндіру ретінен. Жаңа бонустарын беріп. Вот. Сол просто қызық. Біреулер ойланады шығар, жаңа бауыржан не айтып кетті, қалай адамдарды байытуының орнына ол еще придумал, банкротствоны придумал. Вот именно бізге керегі сол банкротство. Егер біз банкротствоны ойластырмасақ, вот, мен айтып отқан жоқпын, ақшаны жеп қоятын. Просто бизнеске салып күйдірсек ақшаны, сол именно керек. Все по полочке болмайды. Аллахтың бір емтиханы болу керек. Алла тағала өзі кедейшілікпен, байлықпен орташа сынап отыру керек адамдарды. А не так, как біз Энгельс, Карл Маркс сияқты утопия хотим создать. Бәрі тең болады, бәрі байып кетеді. В общем, супер болады. Не получится. У кезде что-то не складывается. И вот өздерің ойлаңдар, сіздер ойланасыңдар, неше түрлі бизнес пландар жасайсыңдар. Вот солардың не бәрі по полочке кетпейді. Әдемі бұл. Бір жерде бизнес күйіп жатады, бір жерде дамып жатады. Вот сосын Құдай сақтасын, неше түрлі страшный іріткілер болып жатыр. Аллахтың қарғысына ұшырап кетіп жатыр. Көбісі Құдай сақтасын діннен шығып кетіп жатыр. Сол ақша үшін, дүние үшін. Құдай сақтасын, адамдар бір-бірін өлтіріп жатыр. Масқара болып жатыр да енді. Бұл жерде ни капли бір-біріне претензия болмау керек. Потому что ертең бір мысалы ортаға іріткі жасап, мен ақша салдым, бүйттім, сөйттім десе, айналайын, ақша қаяқта салдың, көрсетші ақшаны, қаяқта ақша салдың. Или вообще ондай адаммен договор расторгать етіп, бизнес жүргізбеу керек. Ақша салдым, бүйттім, баста қатырса ше. Сол қайталап айта берейік осыны. Тегін инвестиция, ертең деп айтпақ қояйық. Жігіттер өздерің отырып ал, ағайындылар, схема жасаңдар. Давай прям сейчас осыны бастап көрейін деп ше.
тоо ашайын, басқа тоолармен бірігейін, өндірушілермен, басқа ИП-лермен бірігейін, договор жасап, вот жаңағы акционерлермен договор жасайын, сатушылармен, бонус берейін, 5% бонус берейін. Вот сосын басқа бизнесмендермен қосылып магазин соғайын. Вот неше түрлі бизнес ашайын, неше түрлі жолда бизнестер. Вот банкрот болсақ банкрот болайық, прибыль болсақ прибыль болайық. Вот сол жігіттер, ағайындылар, бүгін мен біздің бүкіл тақырыптарымыз просто таксиде отқандай әңгімені айтып, сөйтіп бір жерге жетіп қалу ғой. Просто айтып, соны талқылап, вот өздерің ойланып көріңдер. Расында бизнес бастау өте қорқынышты, біреулермен бірігіп. Сол бизнес бастасам, ертең бір-бірімізбен ұрысып қалсақ, жаңағы бір-бірімізді танымай кетсек, сондай нелер болады. Он сосын как-нибудь сделаю, нормально болады. Ладно дей салуға болады ғой. Мысалы біреулер ертең хаджыға барып келем, намазымды оқып аламын, там бүйтем сөйтем, әйтеуір алла тағала бәрін кешіреді дейсіңдер де, сонымен өтіп кетеді біраз уақыт. Сосын қайттан бір бизнес бастайсыңдар, қайттан біреумен бір нәрсе болып қалып жатса, вот сол ақша салу деген мәселені тоқтату керек та. Ақша салып бір бизнес ашып құрсын, бір іріткі ғой негізінде. Аулақ жүрейікші, сол ақша салып біреумен бірігіп, вот соны жаңағы бір мен енді айтып отқан жоқпын, бірге үміт болайық, ума болайық, ол қоғам болайық, ол конечно ол дұрыс, но соны бір грамотный бір подход керек та, әдемі бір подход. Вот ақша салып ұрысып, іріткі, там бір нәрселермен постоянно непонятный бір тірліктерге бар, единый налог деген сияқты. Анау бізде вообще ештеме единый болмай қойсын. Единый налог, там бір жерге ақша салып деген ештеме болмай қойсын. Просто қоғам болсын, корпоративный механизм болсын, бір-бірімізге мұсылмандық жағы сипатымыз, көмегіміз болсын, пайдамыз болсын, көзқарасымыз жақсы болсын деген сияқты. Жаңағы бірлік, татуластық бәрі жақсы бола берсін да, но ақша салмай қояйық. Ақша салып, оны қатырып, бүйтіп деген сияқты. Сол бүгін қысқаша соны айтып шықтым. Бүгінгі тақырып жаңағы әр кәсіпкер өзінің бизнесін тегін инвестиция арқылы бастаса. Тегін инвестиция ретінде бастаса, жаңағы адамдарды шақырып, бүгінгі тақырып бізде банкротство, сол банкротство ретін ойластырып көріңдер. Расында бизнес бастау үшін адамдар ақшадан банкрот та болу керек, и прибыль да болу керек. Но бұл жерде тегін инвестиция арқылы біз әрі қарай процесс жүргізе береміз. Тоқтамай, жақсы бір процесстер жүре берсін деген ғой. Тоқтамай жүре берсін. Тоқтап қалған жаман. Тоқтап қалып, ұрысып кетіп қалып, и сонымен процесс бітті. Сол процессті аяғына дейін апарамайды көбісі. Бізде сол процесс жүре берсін. Банкрот болсақ болай берейік, прибыль болсақ прибыль болайық, но ол процесс тоқтамай жүре берсін. Вот. Болды, осы онда. Бүгінгі осы әңгіме болсын. Группаға жинайық. Қазақстанда мықты кәсіпкерлер көп. Мықты шақырсаңдар, там Аслан, Марғұлан Сейсенбаев, крупный бизнесмендер бар. Бүкіл крутойлар жинайық. Өздерінде группа ашыңдар. Общийда группа ашайық. Мысалы, осы группаға жиналайық. Өздерінің группаларына жинаңдар. Бәріміз жиналсақ жақсы емес па? Эко жүйе құрсақ. Тегін инвестиция. Қашып, тығылып, қорқып, жаңағы ішінде отқан нәрсені шығарамай, айтамай, мысалға. Сол ішінде отырып, айтамай қалып қойғанша, лучше давай айтайық, ішімізден шығарып, айтып, бәрін сол. Сол жігіттер, ассалаумағалейкум онда.